Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай әдемі болып шығатын қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ең алдымен мен картопты ашып, оны екіге бөліп алдым. Егер сіздердің картоптарыңыз кішкентай болса, бөлмей-ақ солай пісірсеңіздер болады. Сосын етті кесектеп турап алдым. Сосын етіміздің барлығын турап алған соң, оған тұзды, бұрышты және сарымсақты, зіре, кориандр, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі дәмдеуіштерді қосып маринадтап қойсақ болады. Ал міне достар, мен өзіме ұнаған барлық дәмдеуішті қосып, жақсылап қолмен араластырып аламын. Сосын бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамын. Оған дейін біз пиязды турап аламыз. Пиязымызды тағамға турағандай етіп турап аламыз. Міне біздің пияздарымызды турап алдық. Ендігі кезекте майымызды қыздырып, картоптардың барлығын аз-аздан салып, қызарғанша әдемі етіп қуырып аламыз. Міне біздің картоптарымызды қызартып қуырып алдық, дайын болды. Енді етімізді дәл сол майға қуырып ала береміз. Міне біздің етімізді қызартып қуырып алдық. Ендігі кезекте қазанды қыздырып, оған кішкене майымызды құйып, майымызды жаңағы етті қуырған майды құйсақ болады. Өйткені бізде майға еттің дәмі сіңіп қалады. Сондықтан ол тағамға да сіңіп өте дәмді болып шығады. Ең алдымен біз майымызға майды қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Сосын етімізді салып, етімізді біраз кішкене қызарып, біраз уақытқа дейін қуырып аламыз. Сосын картоптарымызды салып, бетін темдеп қоямыз. Арасына тұзды саламыз және бұрышты салып, кориандр салып, өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, кішкене ғана үстіне су құйып,
астын жай отқа қойып демдеп қоямыз. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатынына кепілдік беремін. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар, достар.